Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге жұмсақ воздушный болып пісетін, күнделікті өмірде жасап жүрген батон нанымның рецептісімен бөлісетін боламын. Керек рецепттерді описаниеге жазып кеттім. Менімен бірге видеомды соңына дейін көріңіздер. Маған лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ұнымыздың үстіне ашытқымызды, кішкене қантымызды және шемішкі майымызды қосып, одан кейін керегінше тұзымызды салып, жылы суды қосып отырып, жақсылап қамыр елейміз. Біздің қамырымыз қолымызға жабыспау керек, жақсылап әдемілеп тыңғанша елейтін боламыз. Одан кейін қамырымыз осындай видеодағыдай болып шығады, қолымызға жабыспайды, жұмсақ. Оны бетін жауып, көтерілгенше 1-1,5 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілген кезде 1-2 рет қайтарып елеп, 3-ші рет барып көтерілген кезде осылай видеодағыдай алып, қамырымызды 2-ге бөлеміз. Одан кейін оқтаудың көмегімен қамырымызды жақсылап жұқалап жайып шығамыз. Видеода барлығы анық көрсетілген, мұқият қарап алыңыздар. Мінекей қараңыздар, дәл осылайынан жайып алғаннан кейін жаймен ғана қолымызбен осылайынан итеріп отырып, рулет құсатып ораймыз. Одан кейін екі шетін ішіне қарай бөгіп, астыңғы жаңағы жалғанған жерімізді жақсылап бір-біріне біріктіреміз. Екінші қамырымызды дәл осылайынан жасап алып, табанның үстіне пергамент қағазды қойып, нанымызды қойып шығамыз. Нанымызды формаға келтіргеннен кейін үстін пищевой пленкамен және осындай майлықтың көмегімен жауып 15-20 минутқа қамырымыз көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін өткір пышақтың көмегімен өзімізге осындай тілік жасап алатын боламыз. Ол бізге, яғни әдемілік үшін, сіздер өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады, бірақ осылайынан батонның формасы жақсы шығады. Одан кейін мен бетін осылайынан сүттің көмегімен жұмсақ болып пісу үшін сүт жағып шығамын. Сіздер жұмыртқаның сары уызын жақсаңыздар да болады. Сәндік ретінде кунжутпен сеуіп шықсаңыздар болады. 200 градус пеште 20-30 минутта пісіріп алсаңыздар болады. Батондарымыз көтеріліп, қызарса болды, ала беріңіздер, ато күйіп кетуі мүмкін. Одан кейін осылай видеодағыдай суығаннан кейін кесіп аласыздар. Қараңыздар қалай жұмсақ, пышный болып пісті. Үйде жасап көруге кеңес беремін. Магазиннің нанына қарағанда үйде өзіңіз жасап жеген наныңыз өте дәмді болады. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен болған Гүлзада. Қош сау саламатта болыңыздар.